әрбір сәтімізде, әрбір алған тынысымызда оны қайтып шығаруда Аллаға мұқтажбыз. Мұқтаж екенбіз, неге оған қарсы шығамыз? Хусейн радиаллаху анхудың алдына келеді. Күнәларымнан тоқтай алмай жатырмын дейді. Күнәларымнан тоқтай алмай жатырмын, маған бір ем айт дейді. Бір версияларда бұл Ибрахим Адхам деген кісі өткен, соның сөзі деп те келеді. Күнәларымнан бас тарта алмай жүрмін дейді. Сонда мен саған бірнеше емді айтайын, соның біреуін ал өзіңе дейді. Соның қалағаныңды ал дейді. Сол саған дауа болар дейді. Айт дейді. Күнә істегеніңде, күнә істеп жатқан сәтте Алланың жерінде жасама дейді. Алланың мүлкі болған жерде, Алланың патшалығы болып тұрған жерде жасама дейді. Басқа жерге барып жаса дейді. Ондай жер бар ма дейді. Барлық жер Алланыкі қойдысы, онда несін істеп тұрсын дейді. Онда неге оған қарсы шығып жатсың дейді. Бұның қиын екен, басқасын айт дейді. Жақсы, екіншісін айтайын. Аллаға қарсы келіп жатқанда Алланың рызқысын қолданбай тұр дейді. Қалай қолданбаймын? Тыныс алу, оны шығару, көру, есту, барлығы Алланың беріп жатқан рызқысы. Адам қолынан келе ме ол нәрсе? Онда неге қарсы шығып жатсың? Кейінгісін айт дейді. Жақсы, кейінгісін айтайын онда. Ешкім көрмейтін жерге барып жаса дейді. Жасайтын болсаң күнәңді ешкім көрмейтін жерге барып жаса. Барлық жерді Алла көруші, білуші ғой. Онда неге қарсы шығасың оған дейді. Шында да кейде екі адам қарап тұрса, ұяламыз, яғни адамдар өтіп кетсін, сәл тұра тұр деп. Ешкім көрмей тұр деп сенімді боламыз. Бірақ сол істеген ісіңде бір видеокамерамен ба, бір нәрсемен немесе записпен біреу әкеп берсінші, кіретін жер таппай қаласың. Ұяласың. Айтылған сөз, жасалған нәрсе ғылыми дәлелденген, ол жоқ болып кетпейді. Сақталып тұрады оның барлығы да. Бір адамға сен кәпір деп айттың ба дейді хадисте. Егер Алла сондай болмаса, ол сөз қайтып айналып өзіңе келеді дейді. Яғни сөз қайтып келеді деп жатыр, қараңыздар хадисте. Бүгін ғылым дәлелдеп жатыр, айтылған сөз ауада тұрады, ол жоқ болып кетпейді ол. Радио бізге қаяқтан алып беріп жатыр? Локаторлар. Біреудің үйін барып тыңдайды. Қаяқтан алады ол? Ішіне кіргізбейді ғой аппаратты, сырттан. Яғни айтылып жатқан сөздерді сырттан қағатын аппараттар бар. Ол адамның істегені. Үйдің ішіне не айтылып жатыр, мына жақтан отырып тыңдай алады, сырттан отырып. Алланың бізге бекітіп қойған рақибун атид. Әрбір нәрсемізді босқа жібермейді ол. Қияметтің күні көрсетеді кітабыңызды, міне дейді. Ешкім көрмей тұр деп істеген нәрселердің бәрі тұрады сол жерде. Жер куәлік етеді. Қолдарымыз куәлік етеді. Аяқ, қол, тері. Неге маған қарсы куәлік етіп жатсыңдар дейсің? Барлық нәрсеге тіл бітірген Алла бүгін бізді де сөйлетті дейді. Өзіңе қарсы куәлік етеді. Теріңе дейін. Соның барлығын біліп тұрмыз, бірақ тағы істейміз. Соның барлығын білеміз, бірақ тағы күнәға барамыз. Алланың рызқысын қолданамыз, оған қарсылық жасай береміз. Оның жер бетінде, жаратқан жер бетінде жүрміз, оның мүлкінде жүрміз, оған тағы қарсы келеміз. Азында жұмысқа барыңызда бастығыңызға қарсы шығыңызшы, жұмыс уақытында. Үйде кішкентайсыз, әке-шешеңізге қарсы шығыңызшы, не болады? Қандай мәміле көресіз? Бірақ Алла субханаху ва тағала рахим, мейірімді, кешірімді, пенделерін күтеді, тәубесін күтеді. Пенде тәубе еткен кезде Аллах Тағала қатты қуанады.